Бүгінгі тақырып азайту және азайтудың компоненттері жайлы болмақ. Мұқият тыңдап, назар аударыңыз. Кәне барлығымыз бірге есеп құрастырып көрейік. Гүлде 6 ара қонып отыр еді. 2 ара ұшып кетті. Гүлде неше ара қалды? Ойланып, жауабын пікірге жаза кетсең болады. Суреттегі қалған араларды сана. Қалғаны 4 ара. Біз барлығы 6 ара, ұшып кеткені 2 ара екенін білдік. Қалған аралардың санын азайту амалының көмегімен есептеуге болады. Ал ендеше есептің шарты мен шешуіне мән беріп қара. Ендеше азайтудың компоненттерімен танысайық. Азайту минус таңбасымен белгіленеді. Бұл былай жазылады. 6 азайту 2. 6 мен 2-нің айырмасы өрнегі айырма деп аталады. Бұл өрнектер былай оқылады. 6 минус 2 немесе 6 мен 2 сандарының айырмасы. Мұндағы 6 азайғыш, 2 азайтқыш, 4 айырманың мәні. Бүгінгі тақырыпта сіздер азайтудың компоненттерімен танысқан болатынсыздар. Егер тақырып түсінікті болса, лүпіл қалдырып пікір жаза кетіңіз.